Бүгін сіздермен бірге 2026-ға армандар картасын жасайтын боламыз. Өйткені армандар картасы әрқашан жұмыс жасайды. Кез келген сіз картаңызға жапсырған сурет міндетті түрде орындалады. Жалпы не үшін армандар картасы керек? Біздің миымыз көп нәрсеге біздің қалауларымыздықты көрмейінше сенбейді. Ал біз картинкаға оны қойып, біз сол картинка бойынша өзімізді елестеткен кезде миымыз оны тезірек қабылдайды және біздің түп санамызға тезірек өтеді. Сіздер білесіздер, түп санаға түскен нәрсе міндетті түрде өзіне сондай нәрсені тартады. Және сіз күнделікті бір нәрсені көрген кезде сіз автоматты түрде соған әрекет жасайсыз. Визуализация жасай алмаймын деген адамдар міндетті түрде армандар картасын жасау керек. Өйткені миыңыз өміріңізде жоқ нәрсеге, болмаған нәрсеге сенбей тұр. Сондықтан сіздің миыңызда бірінші осындай картинка пайда болса, әрқайсысы өзіңіздің образыңызды қосу арқылы сіз визуализацияны ақырындап үйренесіз. Сондықтан осы видеоны екінші рет қайталап көріп, картинкаларыңызды дайындап алыңыз да менімен бірге армандар картасын жасаңыз. Бұл менің ескі армандар картам, бірақ бұның алдында мен өте үлкен қағазға жасап жүрдім. Өйткені оны қабырғаға іліп қоюға, көздің алдында әрқашан тұруға деп. Кейін көп рет көшіп жүргеннен кейін бұл үлкен болған, кішкене ыңғайсыз болды. Кішкене мыжылып қалады. Сондықтан мен өзіме ыңғайлы форматта мынандай қылып жасап алдым. Енді бүгін тағы да кішкентай мынандай А4 қағазға ғана жасаймын деп ойлап отырмын. Өйткені мен үшін ол ыңғайлы. Кез келген жерге өзіме іліп қоя берем және өзіммен бірге алып жүргенге де маған ыңғайлы. Ал сіздер өздеріңіздің ыңғайыңызға қарай үлкен етіп жасасаңыздар да болады. Қорытынды жасайық менің армандар картама. Жерде айфонның суреті тұр. Иә, бұл айфонды мен тағы алдым, бірақ сыйлыққа алдым, өзім алған жоқпын. Сосын путешествие деп мынаны жапсырыппын. Мен өзімнің суретім бұл Дубайға барған кездегі. Осыны жапсырғаннан кейін мен Египетте болдым, Таиландта болдым. Шамамен, осындай. Келесі менде үлкен аппақ кухня. Үшеуіндегі кухняның мебелінде узорлар бар екен. Мен оны жай ғана алып жапсыра салам, бірақ қазіргі менің кухнямда осындай үлкен до потолка кухня, мебелдер и узорлар бар. Бірақ қазіргі кезде маған осы узорлар онша ұнамайды, өйткені әрқашан жуатын кезде сәл қиындық тудырады. Кейін йогамен айналысып бастадым. Сосын мынандай арық ішім болса деп ойлайтын. Шын мәнінде қазір маған ұқсас формаға жеттім деп ойлаймын. Сосын мен бұны жапсырған кезде жүзе алмайтынмын. Мен қазір жүзіп үйрендім. Кітап оқығанды мен онша ұнатпайтын едім. Сондықтан кітап оқып бастаған кезде ұйықтап қала беретін. Ал қазір керісінше мен кітап оқуға қатты қызығушылығым басталды. Мен кітап оқып жүрмін. Жақында 550 беттік кітапты бітірдім. Мен үшін бұл деген үлкен жетістік. Сосын тіс емдеу. Тістерімде проблемалар болған. Мен емдеттім, бірақ жартылай. Мына жерде ағылшын және орыс тілімді жетілдіру деп жазыппын. Мен орыс тілім көпке жетілді. Ағылшын курсына бардым. Осын жапсырғаннан кейін орындалды. Енді жапсырудың мен сіздерге техникаларын көрсетейін. Шамамен осындай қағазға жасаймыз. Үлкен кішілігін өздеріңіз таңдайтын боласыздар. Ең бірінші міндетті түрде ортасына өзіңіздің суретіңіз қойылады. Өйткені сіз сол мақсаттармен жалғасып тұру керексіз. Әркім әртүрлі категорияға бөледі. Мен сіздерге экранға қойып кетем. Қандай категория, қандай формат сізге жақсы келеді, соған қарай істейсіз. Мен 4-ке бөлем. Ең бірінші денсаулық, екінші карьерный рост, саморазвитие, жалпы оқу, білім, даму, сол туралы. Келесі отбасы, отношения. Келесі бөлімге ақша және путешествие, яғни саяхатты осылай жапсыратын боламын. Жапсырған заттарыңызды 100% орындалатына және болатына сену керексіз. Сондықтан ең үстіне я имею деп жазғамда мен. Сізде дәл қазір бар деп сондай состояние болу керек. Картинканы жапсырып болғаннан кейін міндетті түрде астына сіз мақсатыңызды қысқада және нақты етіп жазу керексіз. Оны жазған кезде осы шақта я имею деген түрде жазу керек. Мысалға, мен суда жүзе аламын. Дәл қазір мен суда жүзе аламын. Немесе тіл үйрену жағынан. Мысалға, мен ағылшын тілін B2 деңгейіне дейін жақсы білемін. Яғни нақты жазу керексіз.
Енді мына Қазақстан шоколады неге бұл жерде тұр, мен сізге соны түсіндірейін. Сіз енді армандар картасын жасап болғаннан кейін ішінде міндетті түрде осындай қарапайым зат болу керек. Қарапайым, сіз бүгін орындай алатын, ертең орындай алатын, оңай орындайтын осындай бір нәрсе болу керек. Өйткені сіз өзіңіздің осы карта желанияңызды жасағаннан кейін оны активировать етесіз. Бұны сатып алған кезде бұл бір желанияңыз орындалды, яғни активация жүрді деген сөз. Сондықтан сіздер кез келген затты жапсыруыңызға болады. Мен енді бұрында карта желанияма Қазақстан шоколадын жазсам, қазір оны жазып жапсыра алмаймын, өйткені кез келген дүкенде мен тұрған жерде бұл сатылмайды. Сондықтан оңай басқа зат жапсыратын боламын. Суреттер таңдаған кезде мұқият қарап жапсырыңыз. Өйткені мысалға мен бұны кухня маған шамамен визуально өте әдемі көрініп, маған ұнады, мен алдымда жапсыра салдым. Дәл сондай менде қазір ас үй, бірақ бұның өзіндік проблемалары бар. Мен үшін ең маңызды ережелердің бірі, карта желанияны сізден басқа адам көрмегені абзал. Жарайды, жақыныңыз, күйеуіңіз, мамаңыз, онда тұрған ештеңе жоқ. Әрине, әртүрлі адамдар бөлмеге кіріп қалып сұрап қалатын жағдай болады. Сонда мен бұны толықтай айтып бермеймін. Жай ғана армандар картасы болды. Қатты бір мағына бердірмеуге тырысамын. Өйткені бұл менің картам, менің энергиям, басқаға бұның ешқандай қатысы жоқ. Маңызды ережелердің бірі, армандар картасын мен жалғыз отырып жасаймын. Немесе өте қатты сенетін, өте жақын құрбым болса, сол адаммен немесе күйеуіммен жасай аламын. Өйткені біздің энергетикамыз бір деңгейде, сондықтан бұл жерде энергетикам бір-біріміздікін тартпаймыз, сақталып қалатын болады. Келесі маңызды нәрсе, мен армандар картасын жасаған кезде міндетті түрде уақыт қоямын. Картаның төбесіне мен уақытымды жазып қоямын. Мысалға, бүгінгі күнді жазамын да, айды, күнді, сосын бұның орындалуына қанша срок берем, соны жазам. Оны жазсаңыз да болады, жазбасаңыз да болады. Кейде сіз бір жыл ғана срок бересіз, армандарыңыз 2 жылдан соң орындалып жатады. Бұл жерде ол маңызды емес, маңыздысы орындалғаны деп ойлаймын. Армандар картасын жасап бастаған кезде өзіңізге сондай күшті, өзіңізге ұнайтын атмосфераны жасаңыз, музыка қойыңыз, көңіл күйіңіз одан да күшті болу керек. Осындай энергиямен, осындай күймен жасасаңыз, бұл карта желания минимум дегенде 90%-ға орындалатын болады. Картасын жасаудағы 3 қателік. Ең бірінші, ішіңізде сенбейтін болсаңыз, сенім жоқ болса, бәрібір де бұл жұмыс жасамайды, мен сіздерге көрсетем, бәрібір де жұмыс жасамайтын, докажу деген сияқты ниетпен жасайтын болсаңыз, ол жұмыс жасамайды. Екінші қателік, армандар картасын жасаған кезде басқа адамдар үшін мақсат қоя алмайсыз, басқа адамдар үшін картинка жапсыра алмайсыз. Тек қана бұл жасалатын картинкалар, суреттер сізге ғана қатысты болу керек. Сіздің балаңыз, мамаңыз, олар үшін сіз таңдау жасай алмайсыз, ол жұмыс жасамайды. Үшінші қателік, армандар картасын жасап бастаған кезде энергиясыз, настроениесіз, бір негативпен жасауға болмайды. Сіз алдын ала дайындалу керексіз, алдын ала өзіңізге мотивация беретін, бір күшті настроениеңізді көтеретін нәрселерді тыңдаңыз, оқыңыз, көріңіз. Сондай немесе бір күшті бір настроениеңіз болып тұрған кезде, сондай состояние сізге келіп тұрған кезде сіз сонда жасау керексіз. Қазір мен сіздерге айтқан ережелер мен шарттарды пайдалана отырып жасайтын боламын. Сондықтан сіздерде де жасай аласыздар деп ойлаймын. Сіздермен бірге болған мен Ақерке. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, подписаться батырмасын басып кетіңіз. Өзіңіздің жақындарыңызға, жақсы көретін адамдарыңызға жіберіңіз. Олар да өз армандарын орындасын.